кіндіктен 4 елі жоғарыда белдікті байлаймыз жібімізді. Бұл бізді белді өлшеп тұратын жеріміз. Белге бел сызығын табу үшін кіндіктен 4 саусақ жоғарыда тұратын болады. Любой жіп резина байласаңыз болады. Меркаңызды былай алып, күректің үстімен көкіректің ортасына әкеліп, бір саусағыңызды ішіне қойып өлшейтін боласыз. Беліңізді тура сол бел сызығыңызға әкелесіз де, бір саусақты ішіне қойып өлшейтін боласыз. Бөксені өлшеген кезде міндетті түрде клиентке аяғын бірлестіріп тұруды сұрайсыз. Сәл қия көрсетейік. Мына құйрықтың үстінен алып, тура ең толық жерінен бір саусағыңызды қойып өлшейсіз. Когда қарны үлкен кісілер болса, қарынға жоғары қарап көтеретін боласыз. Қарны жоқ кісілерде бөксенің құйрықтың ең биік жерінен өлшейтін боласыз. Екінші өлшеп бізде көкірек айналасы, белі бөксесі өлшенеді. Алдының белге дейін ұзындығы. Мойынның өзінің біткен жері бар осылай. Тура сол жерінен өлшейтін боласыз. Белдегі жіпке дейін. Сосын кеңдігін. Мына қолдың басталатын жерінен, мына қолдың басталатын жеріне дейін алдының кеңдігі есептелінеді. Осылай өлшеуге өлшейтін боласыз. Атының ұзындығын былай мойынның біткен жерінен желкеге қойып, белдегі жіпке дейін өлшейтін болады. Арқасының кеңдігінде тура мына қолдың басталған жерінен түсіремін. Мына қолдың басталған жеріне дейін күректің үстінен өлшейтін боласыз. Желке кеңдігін өлшейтін боламыз. Желке кеңдігі жаңағы мойынның біткен жерінен қолдың басталған жеріне дейін. Былай қойып өлшесеңіз болады. Қолдың ең толық жеріне бір саусақ қойып өлшейтін боласыз. Жеңнің ұзындығын кішкене қолды қиялатып аласыз да. Желкеден басталған жерінен тірсектің үстіне қойып, мына жердегі шынатаққа апарасыз. Осы длина болады. Көкірек биіктігімен центрі қалдық. Көкірек биіктігіні мойынның біткен жерінен көкіректің ұшына дейін келеді. Бұл көкірек биіктігі саналады. Көкіректің орталығы мына ұшының орталығы есептелінеді. Бұл көкірек орталығы. Енді юбканың өлшемінде белден бірді жоғары қаратып ұстайсыз. Төменге қарап юбканың ұзындығын өлшейсіз. Если жоғарыдан киетін юбка болса, осылай өлшейсіз. Низкая посадка киетін қыздар бар. Бұл кезде белді низкая посадка ретінде өлшейсіз. Осы бел болып есептелінеді. Юбканы қай жерден киеді? Міндетті түрде клиенттен сұрап, сол жерде юбканың белі деп есептейсіз. Сол белді есептеген жерден юбканың длинасы есептелінетін болады. Осы өлшем, основаға өлшем. Бұйымның ұзындығын міндетті түрде бірді төменге қаратып түсіріп өлшеңіз. Бұйымның ұзындығын мысалыға тізеден дейік, тізеден дейік, клиентке түзу тұру керек. Көкіректің үстінен алып өтесіз. Желкедегісі 95, белдегі жіпке дейін 56. Тура осылай өлшейсіз. Сол кезде өлшеміңіз дұрыс шығады.